Бұның негізгі мақсаттарының бірі әрине өзіміздің қазақ елінің, ұлы дала елінің, шын айтқанда мәдениетін, тарихын, өткенін, қазіргі күннің буынға, туристерімізге осы мәдениет саласының жанашырларына түсінікті тілмен жеткізу болып табылады ғой. Осы күнге дейін өзіміздің музейімізде 18 бөлмеміз бар, 18 залымыз бар. Бүгін енді ел көлемінде елеулі оқиға деп айтуға болады деп есептеймін. Өйткені бүгіннен бастап осы біздің ұлттық мұражайымызда қосымша 2 орталық ашылатын болады. Соның бірі әрине біздің палеонтология залы, екінші қол өнершілер залы болып ашылатын болады. Жетісайда Қазақстанның барлық аудандарының ішінде жалғыз театр бар екен. Мұнда жағдай мәз емес. Оны жасыратын ештеңе жоқ. Сондықтан да Қазақстанның барлық облыстарында өзіміздің қазақ драма, орыс драма, басқа да театрларымыз бар. Соның көбісі шын айтқанда жергілікті әкімшілікке қарасты. Сондықтан да әкімшіліктер дұрыс назар аударып, біздің мәдени шаңырақтарымызды қолдап, қордалаған мәселелердің шешу жолдарын ұсыну керек. Біз өзіміз тарапымыздан қолдау білдіруге әрдайым әзірміз.